жителдерден заттар алуға болады. Сіздер алмас қазып, өздеріңізге бұрғаны жасап, оны обсидиан қазып, мындай жалтыратудың сіздерге қажет жоқ. Сіздер жай ғана жителдерден торговать етіп ала аласыздар. Қазір менде осы 2 зомби бар, 4 зомби. Қазір бұлар жұмыс істейтін болады. Так, мыналарды лақтырып тастайық. Бізге қазір алтын алма және де слабость зельясы керек. Міне осылай шашамыз. Мынаны шашайық. Міне осылай қазір бұл жителдер, бұл зомбилар жителге айналады. Мінекей достар, бізде жителеріміз айналды. Осындай үшеу, бірақ мамандықтар орындарын ауыстырсам қайта дұрыс емес болып шыға береді. Мен видеоны созбай былайша істей салдым. Ендеше қазір көрсететін боламын қалай істейтін. Бірінші житель, осындай житель болу керек сіздерде. Бұмен торговать жасаймыз. Міне біреу. Келесі алмайтын болды. Енді біз міне сіздер одан шит аласыздар. Міне бізде аяқ киім шықты. Міне көрсіздер ме, 33-не берем деп тұр. Бір изумрудқа беріп тұр сіздерге. Міне бізде уже киім дайын. Келесі жителде енді сөйтіп сауда жасатын боламыз. Елу жетеді бұл менен железбен. Так, бізде так, 4-ші левелге өткізерік. Міне бізге бір изумрудқа кожаный штаны. Еңіз бізге 31-ге берем деп, 21-ге берем деп тұреді. Міне бізге. Так, достар, арқада дыбыс шығып жатса, мен бермей қойыңыздар. Міне, короче, осы жерде міне бір изумрудқа, бір көмірге 15-не қысқартып, бір көмірге бізге сатып жатыр екен. Сатып алып жатыр. Изумруд береді. Бұның 4-ші левелін ашып тастайық қане. 4-ші левел ашылды. Бізде пано жиялы. Мен жаңа бірінші немен бәрін ана жителге сатып тастаған болатын. Так, өзімізге қазір алмаз аламын. Міне бізде уже макс левел ашылды және де бізге алмазный шлем берді. Мінекей өзі бізде. Қараңыздар не. Опыттар толып беріп жатыр бізге. Міне опыттар деген жетіп жатыр. Осылар арқылы опыттар алсаңыздар болады. Ал келесі бізде осындай бір көзі байланған житель. Так, бұғанда біз бір көмірден береміз. Бұл бізге железнийдан жалтырақ қылыш береді екен, жалтырап тұрған. Қазір біз бұған железін толтырып беріп тастайық. Жапқанға шейін міне елу екен. Міне бізге алмазный топор берілді. Мынандай железный тұр. Міне көріп тұрғандарыңыздай, және бізде мынандай затқа
ашып тастайық. Міне бізде уже макс левелге жетті. Макс левелге жеткен соң міне 31 изумрудқа берем деп тұрған топорын бір изумрудқа алатын боламыз. Ал 17 изумрудқа берем деп тұрған қылышын бір изумрудқа аламыз. Сіздер зомбиді жителге айналдырсаңыздар осылай арзанырақ алатын боласыздар. Міне біз уже топор алдық, және де біз өзімізге қылыш аламыз. Маған железный қылыш қажет болады, сол үшін железный қылыштан алып аламын, және өзім қылыш мықты жейін. Мына саған подарка. Міне бізде осындай топор, және де бізде киімдер. Мына киімдер мен осындай жетелерден алған болатын. Так, бас киімді кие салайық. Жарайды, бәрін кие салайын. Міне уже біз осылай жалтыраған киімді алып алдық. Мына жерде қылыш та бар, көмірлер артықтарын алдама тие. Бізге керек болып қалар деп ойладым. Міне бізде уже 60 изумруд. Көріп тұрғандарыңыздай осылай істесеңіздер болады. Сіздер ешқандай да қиналып шахтаға түсіп алмас табудың сіздерге қажеті де жоқ. Осылай выживанияда заттар алып, выживанияда осылай заттармен істесеңіздер болады. Сіздер зомби жител қойған кезде ол емделеді ғой. Емделгенде сіздер мамандық қойған кезде ол істемейді. Сіздер диван қойыңыз керексіздер. Диван қойылған кезде олар жұмыс істейді. Мамандықта. Ал ендеше біздің видеомыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарийға жазып кетіңіздер. Olmazsa like basıp кетіңіздер. Sağ olunuzlar. Pow.